Ел тәуелсіздігі мен тыныштығын қорғаған тәртіп сақшылары еліміздің басты тірегі. Олар жауапты міндетті атқару барысында небір қиындықтармен бетпе-бет келеді. Өз өміріне қауіп төніп тұрғанына қарамастан кеудесін оққа тосатын қайсар рухты, адал жүректі полиция қызметкерлері де аз емес. Кәсіби мерекеде Бөрлі ауданында да салтанатты жиын ұйымдастырылды. Қазақстан полициясы күні полиция қызметкерлері мен полиция ардагерлердің еңбектері ескеріліп, оларға ризашылық пен алғыс сезімдерін білдіру күні. Бөрлі ауданындағы ішкі істер органдары басқа да құқық қорғау құрылымдарымен бірлесе отырып, аудан аумағында қылмысқа қарсы, сондай-ақ қылмысты болдырмау және алдын алуға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыруда. Қылмыста ашу көрсеткіші жақсарып, ауыр және аса ауыр қылмыс түрлерінің саны азайып келеді. Өңірде қылмыстың ашылуы мен оны болдырмау шаралары қарқынды. Сондықтан да кәсіби мереке қарсаңында Бөрлік полицейлердің біразы алғыс хаттармен марапатталып, сый құрметке бөлінді. Қызметіміз, яғни қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Осы бағытта аянбай еңбек етіп, осы халыққа барынша қызмет өткеріп жатыр. Байқағанымыз, полиция сапында елін шын сүйетін патриоттар көп. Сардарлардың барлығы да өз елін құрметтеп, тыныштығын күзету үшін әскери сапта. Себебі қауіпті жағдайда қара басын ойламай, кеудесін оқ пен отқа тосатын талай сардар антына адалдығын дәлелдеп келеді. Бейбіт мемлекеттің берекесін нығайтатын қырағы сарбаздар ел тыныштығының кепілі. Бөрлі полиция бөлімінде барлығы қазіргі таңда 118 қызметкері қызмет атқаруда. Оның 107-сі осы Ақсай қаласы бойынша болса, Бөрлі кенттік полициясы бойынша Бөрлі ауылында 12 қызметкер қызмет етуде. Енді қазіргі таңда полиция қызметкерлеріне әкімдік тарапынан және Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті тарапынан көптеген жаңағы қолдау көрсетілуде. Оның ішінде былтыр автокөлікпен қамтылды, биыл әкімнің тарапынан 10 қызметтік квартира берілді. Елі мен жерін сүйіп, отанын құрметтейтін, азаматтардың қоғамдық қауіпсіздігі мен құқықтық тәртібін қамтамасыз ететін ардақты жандар бүгінгі күннің батырлары. Олардың өлшеусіз еңбектері мен көзсіз ерліктеріне ел сүйсінеді. Полиция қызметкерлері абырой мен намыс үшін күресе бермек. Себебі олардың ерлігі білекте емес, жүректе. Айым Нұрғалиева, Александр Овчинников, Елман Қазыбаев, Ақжайық арнасы.